Сәлем достар, қалайсыздар? Мен бүгін Ақтау қаласына кафесіне келдім. Қазір сіздер үшін атмосферасын түсіремін и бағасын сіздерге айтатын боламын. Ақтауға келсеңіздер, міндетті түрде осы жерге келіңіздер. Кеттік. Атмосферасы күшті екен. Сәлеметсіздер ме? Керемет, супер. Мен достар, мына кафеде күшті бізге осындай мерекелік неге орай. Бізге осындай маусым жіберіп отыр. Атмосферасы супер. Достар, шын қараңыздар. Атмосферасы супер. Теңіз жағалауында орналасқан. Ақтауға келсеңіздер, міндетті түрде осы жерге келсеңіздер болады. Қазір меню келді. Мен үшін сіздерге көрсететін боламын. Жеке-жеке. Ақбілім, не жейміз? Достар, ал сіздер үшін қазір мен менюді ашайын отырмын. Бағаларын таныстырамын. Қараңыздар. Салаттың өте түрі көп. Бағалары бірақ сәл көтеріліп кеткен. Қараңыздар. Сушидің түрі бар. Бағалар қасында хатталып тұр. Егер видеодан түсінбесеңіздер, видеоны тоқтап қарасаңыздар болады бағаларын. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ну, мына жерде итальянский не сияқты, кафе сияқты. Міне қараңыздар. Десерттің түрі бар. Міне достар, дәл осылай меню бағалар осы. Бағалар сіздер үшін анық көрініп тұр деп ойлаймын. Міне достар. Достар, өз біздің коктейліміз келді. Дәмі супер. Достар, біздің уже тапсырысымыз келді. Қазір тең жақта да сіздер үшін түсіретін боламын. Мен Ақбілім. Достар, мен осындай әдетім бар. Кез келген жерге барсам, блокнотым қалмайды қасымда. Қандай не істегенімді барлығын жазып жүріп, өзіме отчет жасау үшін оңай болады. Сіздерге де кеңес беремін дәл осылай жүру үшін. Достар, қазір былайынан сыртқы видті сіздерге бір түсіріп жіберейін. Қараңыздар. Теңізге қарай түсіп кетесіздер осылай. Достар, қараңыздар. Әжетханасының өзі супер ғой. Мынандай условияның бәрін жасап қойған. Мына әйел адамдардың әжетханасы. Ал достар, Ақтауға келсеңіздер, міндетті түрде осы жерге келіңіздер.